Сарыарқаны сағынып келіп, саналы маусымда сайран саламыз ба деп едік. Балдар квартираны қайбылдан алып қойыпты. Қысқасы, шапалаққа шапалақ ұруды көршілер түнде бастап кетті. Бүгін сіздерден күтеміз. 5 жыл демалыстан кейін қайта оралдық. Сендерге ол демалған. Батылда бюджет ойнап отыр. Батыл әзілдер керек. Онда президент жайлетек. Ондай қатты батыл емес енді бұлай. Ореген президент біздің жерлес қып, біз айтпағанда кім айтады? Президент жерлес группалас деген қарап атқан жоқ ол. Сонда қазір не істесе болады өз? Вейп, кальян, насва, жалпы кайфовать ететін нәрсен бәріне шектеу қойып отыр ғой. 30 жыл бойы кайфовать етіп бір жұмыс істейік деген шығар. Осы Үндістанның президенті өз халқына жан ашымай ма? Қалайсың ба? Енді өздерінің студенттерін Қазақстанға медицина оқуға жіберіп атқан жоқ па? Базар жоқ, фантастиканы жақсы көреді. Бізден жоқ нәрсе үйренуге келіп жатыр. Байқадыңдар ма? Жұлдыздардың көбінесе екі елге барады екен ғой. Меккеге және Таиландқа. Чотам қайсыған барған дұрыс? Енді кино түсіремсең Таиландқа бар. Кино атсын десең Меккеге барасың ғой. Кино демекші, Пейш деген киноға бардыңдар ма? Кино театрға барып көрмедім, бірақ тиктоктан көріп бітірейін деп қалдым. Енді бір екі жылауға адам салса точно бітірем. Мен соған қызымен бардым ғой. Бәрі жылап шығып отыр. Чотам менің қызым жылама дей. Не қалған тас жүрек қыз ол? Қайсы ол? Настя ғой? Айналайын, бір жәннатты түсінетін қызбен бармайсың ба? Базар жоқ, қуат. Қуат демекші футбол жайлы. Өткенде байқадыңдар ма? 5 голдың үшеуі жоғары жақтан келді ғой. Бұл тәңірдің бір белгісі сияқты бізге. Алдағы уақытта футбол дамытамыз тек бірінші жоғары жақты реттеу керек сияқты. Жігіттер, жаңа ойынға келетім ғой. Сөйтсем сыртта бір еркек әйелмен төбелесіп жатыр. Точно еркек па ол? Жаратылыс десек болады енді. Құбылыс дейш? Мейлі, әрең ажыраттым екен. Молодец, зорлық зомбылықпен күресіп жүр. Үйдегі жанжалды қалай азайтса болады неге? Ол азаймайды ол. Оны азайту үшін мына ұятсыз заттар сататын магазиндерді азайту керек бірінші очередь. Кіріп көргенсіңдер ма? Жоқ. Кіріп көрсеңдер оған бірінші. Кіріп көрсеңдер оның ішінде андай розовый наручник сатады. Мойыннан қылғындыратын, қамшы сатады. Андай қоянның құлақтарын сатады. Қызығасың бір жақ. Ол ойын үшін ғой шейін. Жігіттер ойынымен. Ойыннан өрт шығады жігіттер. Біздікілер образға кіреді де содан кейін шығамай жүреді образға. Өткендегі наурызда 5 күн демалдық қой, маған ауыр дейді. Не істерін білмейді, ата ғой, Есен ағам подкастты көргесің ғой. Біз бағаламай жүргенбіз бұл кісіні. Бұл кісіге барған адамдар көтеріліп кетіп жатыр екен ғой. Қара сен білсең. Міне, мына кісі барды, пожалуйста, депутат болды. Саясат көкеміз бар, министр болды. Датабы жоғардан орын бітіп, новый облыстар ашып жіберді ғой. Кетті міне, Жетісу облысына. Ұлытау облысына кетті одан кейін. Базар жоқ, Есен аға. Жоғардағыларға орын тауып беріп, өзіңізге жетпей қапты да.